Математика 3 сынып 48 сабақ. Монумент сөзін білесің бе? Берілген суреттегі монументтердің маңыздылығы қандай? Есепте, сонда сен олардың әрқайсысының атауын білетін боласың. Бұл жерде біздерге суреттер беріліп тұр, бірақ олардың атаулары өзгеріп тұр. Соларды сәйкестендіруіміз керек. Бұл жерде санның квадратын берген, сол санның квадратын дұрыс есептесек, біздер монументтердің атауларын табатын боламыз. 8-дің квадраты бізде 64-ге тең. 64 бұл жерде бәйтерек монументі. Келесі 9-дің квадраты 81-ге тең. Мәңгілік ел салтанат қақпасы. 7-ның квадраты 49-ға тең. Ол тәуелсіздік монументі. Келесі тапсырмада Санжар Венгрияның Будапешт қаласында болып кубик Рубик ескерткішін көрді. Ол сыныптастарына сыйлық әкелмекші болды. Сыйлықтық текшелер сатып алып, оны текше пішінді үлкендеу қорапқа жинастырып салды. Санжарға оларды санауға көмектес. Біріншісінде асында жауабы 27 текше болады. Себебі біздер 3-ті өзді-өзіне 3 рет көбейтеміз, не болмаса 3-тің кубы 27-ге тең болады. Келесі, осы есептің әсінде 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі болып табылатын сандарды таба аласың ба? Бұл жерде 2-нің кубы 8-ді біз білеміз, және де 64-ті таңдаймыз, ол 4-тің кубы. Осы есептің б-сы да бар. Көбейтіндіні көбейткіштің квадратына немесе кубына алмастырып есепте. Бұл жерде біздер есімізге сақтайтын нәрсе 1/3 көбейткіштің көбейтіндісін санның кубымен алмастыруға болады. Яғни 3 көбейту 3, 3-тің квадраты 9-ға тең, 6-ның квадраты 36-ға тең, 9 мен 9-ның көбейтіндісін 9-ның квадраты деп жазамыз, ол 81-ге тең. 7 мен 7-нің көбейтіндісі 7-нің квадраты деп жазамыз, ол 49-ға тең. 2-ні 3 рет көбейтеміз, не болмаса 2-ні кубы деп жазамыз, ол 8-ге тең. 3-ті өзді-өзіне 3 рет көбейтілген бұл жерде, не болмаса 3-тің кубы тең болады 27 деп жазамыз. 3-ші тапсырмада тұрғын үй кешенінің ауласында 9 шырша отырғызылды. Бұл отырғызылған шыршаның 4/1 бөлігі. Шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. Аулаға барлығы қанша шырша мен терек отырғызылды? Бұл шартты есеп, мазмұнды есеп. Мазмұн оқыдық, мазмұн бірінші түсініп алып, соған орай шартын құратын боламыз. Біздерде бірінші не белгілі? Отырғызылды 9 шырша. Бұл 4/1 бөлігі. Терек белгісіз, бірақ отырғызылған шыршадан 6 есе кем. Енді біздер сұрап тұр, барлығы қанша шырша мен терек отырғызылған сұрап тұр. Енді біздерге бұл есеп 3 амалмен шығады. Бірінші, 4-ге 9-ды көбейтеміз, 36, ол шырша. Келесі, теректі тауып алуымыз керек. 36-ны 6-ға бөлеміз, 6, бұл терек. Келесі, барлығын табу үшін 9 бен 6-ны қосамыз, 15, бұл барлығы. Жауабы, аулаға барлығы 15 шырша мен терек отырғызылды. 4-ші тапсырмада сандардың квадраты мен кубын есепте дейді. 1-дің кубы ол 1-ге тең, 5-тің квадраты 25-ге, 8-дің квадраты 64-ге, 2-нің кубы 8-ге, 9-дың квадраты 81-ге, 6-нің квадраты 36-ға тең. Енді 1-дің кубы дегеніміз 1-ді өзіне 3 рет көбейту деген сөз. 5-тің квадраты дегеніміз 5-ті 5-ке көбейту деген сөз. Бұл есеп түсінікті деп ойлаймын. 5-ші есепте амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды есепте дейді. Енді бірінші өрнекте 35 пен 5-тің айырмасын 5-ке бөлеміз. Бұл жерде түсінікті, біздер бірінші жақшаның ішін орындаймыз, екінші бөлу амалын орындаймыз. Егер де беріліп тұрған өрнекте жақша тұратын болса, онда біздер жақшаның ішін бірінші орындаймыз қай кезде де. Келесі 45 пен 9-дың бөліндісіне 72 мен 9-дың бөлінісін қосамыз. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады, екінші бөлу амалы орындалады, үшінші
қосу амалы орындалады. Барлығын көрсетіп қойдым. Ары қарай өзің қарап ал. 6-шы тапсырмада есепті шығар. Қалада 5 қабатты және 9 қабатты үй қанша болса, сонша бір қабатты үй салынды. 255 қабатты үй, ал 431 қабатты үй бар. Қалада 9 қабатты неше үй салынды? Бұл жерде 5 қабатты үй белгілі 250, 1 қабатты үй 430 дейді. Ал енді 9 қабатты үй белгісіз. Оны табу үшін 430-дан 250-ді азайтамыз, 180 шығады. Жауабы 180 9 қабатты үй салынды.